Қазақстанда сайлаушылардың 75%-ы алдағы құрылтай сайлауына қатысуға ниетті. Бұл маңызды саяси оқиға қарсаңында жүргізілген әлеуметтік сауалнамалардың нәтижесі. Мәліметтер президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты ұйымдастырған сайлау 2026 саяси науқанының сипаты сарапшылдық алаңның отырысында жарияланды. Сарапшылардың пікірінше азаматтардың таңдауына партиялардың бағдарламасы мен кандидаттардың тұлғасы ғана емес, теледебаттар, әлеуметтік желілердегі ақпарат та ықпал етуі мүмкін. Зерттеушілер қазіргі науқанның 2019 және 2023 жылдардағы сайлаулардан бір ерекшелігі ақпарат тарату арналарының өзгеруінде екенін атап өтті. Бүгінде әлеуметтік желілер белсенді қолданылып, үгіт-насихат материалдарын әзірлеуде генеративті жасанды интеллект технологиялары да пайдаланыла басталған. Әлеуметтік желілер қазіргі таңда өте белсенді, дегенмен байқауға болады, адамдар тікелей контактіге аса мұқтаж екен, және тікелей аудиторияда сұрақ болды. Мысалы, өңірлер өздерінің сұрақтарын қалай шеше алады, қалай байланыс алады деген сол жаңағы саяси партиялар қаншалықты жергілікті жерде өздерінің жұмыстарын халықпен ұйымдастыра біледі, қаншалықты солардың сұрақтарына жауап береді, осы да жаңағы тиімді фактор болады.